Ассалаумағалейкум достар. Қалдарыңыз қалай достар? Достар, бүгін біз жүрілген көліктерді түсіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, ал біз бастадық. Бізде мынау көлік Ford линзаланған, титанды диск, седан шанағында, үстінде люк бар, бірақ жұмыс істемей білмеймін. Артындағы тонировка ескірген. Қайна іші велюрдан жасалған. Енді бұрынғы велюрлар ғой бұлар. Қатты енді шыдамды болып келеді. Көлік 94 жылғы 160 мың километр жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 1.8 механика, 5 сатылы қорап. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, бағасы 590 мың теңге. Тауға, мал баққанға, сондайларға алсаңыздар болады мынандай көліктерді. Келесі Hyundai Accent. Hyundai Accent 2015 жылға, яғни рестайлы. 2013-тің. Жай дискі, бетінде қалпақтың да бетіндегі нелері кетіп қалған, краскілері кетіп қалыпты. Іші матадан жасалған. Көлік 2015 жылғы 130 мың километр жүрген. Қозғалтқышының көлемі 1.6 автомат. Алдыңғы жетекті, бағасы 5 миллион 140 мың теңге. Автомат емес, вариатор. Мынау бізде Volkswagen Polo 2015 жылғы седан шанағында, жай диск орнатылған, бетінде қалпақ. Жалпы жақсы жағдайда сияқты. Кішкене көліктің ішіне назар аударайық. Көліктің іші матадан жасалған, қатты ескірмеген, жақсы жағдайда. 2015 жылы 193 мың километр жүріп тастапты, бірақ 2015-тен бастап. Алдыңғы жетекті 1.6 механикада бензинмен жүреді, бағасы 3 миллион 650 мың теңге. Тағы да бір қарасы осының, яғни мынаған қарағанда 350 мыңға қымбат екен, 340 мыңға қымбатырақ қара түсі. Жай диск орнатылған, тағаланған жаңа баллондардан, мүмкін жаңа баллондар. Бетіне қалпақ кигізілген, үстінде люк жоқ, сондай. Іші матадан жасалған. Бұл көлік 191 мың километр жүрген екен. Бұл да анау сияқты көп жүріпті. 2-3 мыңға километр разница. Алдыңғы жетекті, қозғалтқышының көлемі 1.6 механикада, бензинмен жүреді, бағасы 3 миллион 990 мың. 2013 жылға. Ағы 350 мыңға арзандау екен аңғарғанда. Мынау көлік бізде Hyundai Accent, хэтчбек есінде. Жай баллондар, бетіне қалпақ кигізілген, іші матадан жасалған. Көлік автоматта. 2013 жылы 148 мың километр жүрген. 1.6 қозғалтқышының көлемі. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, бағасы 4 миллион 590 мың теңге. Мынандай сұрт түсі. Келесі Volkswagen Polo жуылған, таза, жақында шығарылған. Ретний баллондарда жай дискілер орнатылған. Көліктің ішіне қарайтын болсақ, кішкене көліктің іші шаңдау болғаны, кірлеу болғаны көрініп тұр. Мынау жуған ғой осындардың. Бірақ қазір тазартып қойыпты. 2014 жылғы көлік 53 мың ғана километр жүрген. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді. Автоматта, бағасы 5 миллион 190 мың, яғни мынандай гарантиясымен 224 проверка, 30 күн техническая гарантия, 7 күн обмен автомобиля, 12 ай гарантия и автокредит. Мини Купер, английская машина. Англияның машинасы. Титанды диск. Гольфның жасалған. Іші матадан жасалған, қатты ескірмеген. Көлік 53 мың километр жүрген. Қозғалтқышының көлемі 1.6 автомат. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді. Мини Clubman. Бұның бағасы 6 миллион 740 мың.
Достар, осы лайкты аямастан басып, әлеуметтік желілерде осы видеолармен бөлісе кетіңіздер. Мүмкін біреулерге сіздің пайдаңыз тиіп қалады. Мен де пайдам тиіп қалатын шығар. Сондықтан бір-бірімізге жақсылық жасап жарысайық. Біз жалғастырамыз. Достар, мынау көлік бізде өте сирек кездесетін көліктердің бірі. Титан дисктерде орнатылған. Ол 12 цилиндрлі көлік. Мощный. Қателеспесем, объемы 6/3. Бұл рестайл S600 екен. Қозғалысының көлемі 5/5, 123 мың километр жүрген. Кішкене тастеп былай қарай кеткен екен, бірақ тоқтатып қойыпты. Артқы жетекті. Бензинмен жүреді. Көліктің іші қызыл түсті. Қою қызыл, қоңыр түсті. Бұғардан жасалған, өте жақсы жағдайда. 2010 жылғы болса да автоматта көлік. Артқы жетекті 10 миллион 990 мың теңге. Түсті панорама. Достар, осы астында біз алдында осы жерлерді тастап кетем. Біз осындай көліктің до рестайлына, яғни 4 жетекті, толық жетектісіне бұдан алдыңғы шанағына автообзор түсірген болатынбыз. Көріп бағасын беріп кетіңіздер. Келесі бізде Toyota Corolla. Осы көліктерді негізі біздің қазақтар жақсы көреді. Өйткені бұл көліктер өте шыдамды. Көп шығын кетірмейді. Қазақтарға жақсы ғой мынандай. Көлікті айдап алып, ешқандай шығын шығармастан жүре берсе көлік. Сондай жақсы да. Көліктің іші матадан жасалған. Көлік 2013 жылға. Қозғалысының көлемі 1/3, механикада 225 мың километр жүрген. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, 4 миллион 990 мың теңге. Міне ақ түсі. Титанды диск орнатылмаған. Жай диск, бетіне қалпақ кигізілген. Келесі бізде Kia Cerato. Осы шанағы ұнайтын тұғын маған, бірақ қазіргі жаңадан шыққан Kia Cerato бұдан қатты ұнайды маған. Титанды дисктер орнатылған. Бұл көліктер қозғалысының көлемі 1/6, 2014 жылға 172 мың километр жүрген. Вариатор. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, бағасы 5 миллион 590 мың теңге. Айтамда осы қазір көлік сатып алған бір инвестиция сияқты болды ғой. Мысалға көлікті, осы Kia Ceratolарды алдын 3 миллион, 3,5 миллион, 3 миллион 800, 4 миллионға сатып алатын еді. Қазір бағасы 5 миллион 5,5 миллион. Тағы да біреуін көре кетейік. Титанды дисктерде орнатылған, яғни кішкентай болса да әдемі көрінеді. Көліктің ішіне назар аударайық. Іші матадан жасалған, қатты ескірмеген, вариаторда екен. Қозғалысының көлемі 1/6, 2015 жылғы 5 миллион 890 мың теңге. 3 миллион 300 мың теңге айырмашылық беріп тұр, яғни мұнасы анадан. Келесі Mercedes E-Class алдыңғы шығарымда көрсетілген. Осы жерде қалдырып кетем. Кіріп көріңіздер, бағасын беріп кетіңіздер. Lada Granta. Қоңыр түсті, сырылған жерлері бар. Іші матадан жасалған. Титанды диск орнатылмаған. Жай диск қойып, бетіне қалпақ кигізіле салыпты. Яғни жақында келген көрініп тұр. Көліктің мына жерлері әлі кеппеген. Көліктің іші матадан жасалған. Қол қоятын подставка орнатылған екен, ыңғайландырып. 59 мың километр жүрген көлік. 2018 жылға. Қозғалысының көлемі 1/6. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, бағасы 3 миллион 490 мың теңге. Kia. Мынау көлік Kia Rio. Хэтчбек шанағында. Көлік титанды дисктерде орнатылған. Асты қара, үсті ақ, толығымен ақ емес. Көліктің ішіне назар аударатын болсақ, көліктің іші матадан жасалған. Көлік вариаторда. Қозғалысының көлемі 1/4,
2014 жылға 84 мың километр жүрген, алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, бағасы 5 миллион 290 мың теңге. Мен ойымша, бұл 5 миллион 290 мыңға бір жақсы басқа бір көлікті алуға болады ғой. Бұл көлікті емес. Мынау көлік бізде Hyundai i30 қызыл түсті, титандай дисктерде орнатылған. Титандай дисктер жарқырап тұратын нелер бар ғой, сондай түске боялған шеттері. Жиналады. Көліктің іші былғардан жасалған, жақсы жағдайда. 2014 жылғы көлік вариатор, 1.6 қозғалысшының көлемі, үсті панорама, ашылады. 83 мың километр жүрген, алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, бағасы 5 миллион 990 мың теңге. Келесі көлік бізде Kia Rio. Kia Rio'ның көбісін көрсеттім. Достар, Kia Rio бізде титандай дисктері қойылмаған, жай диск, бетіне қалпақ кигізілген, арты тонировкасын барлығы шешілген, немесе кигізілмеген мүлдем. Іші матадан жасалған, қатты ескірмеген. Көлік 5 сатылы механикада, қозғалысшының көлемі 1.4, 66 мың километр жүрген, алдыңғы жетекті бензинмен жүреді, бағасы 5 миллион 490 мың теңге. 5 миллион 490 мың. Дәл сондай, бірақ сұр түстісі, қою сұр түстісі 5 миллион 790 мыңға. Мұның қозғалысшының көлемі 1.6 автоматта. Вариаторда. Іші матадан жасалған. Хэтчбек. Шанағы хэтчбекті екен. Мынау Kia Rio. Үшеуі қатардан орнатылған. Мынау ең арзан екен. Бұл седан. Сонымен қатар. Бұл таза автомат. Көлік 2014 жылғы 1.6 қозғалысшының көлемі 126 мың километр жүрген, алдыңғы жетекті, бағасы 4 миллион 990 мың. Іші матадан жасалған. Мынандай защиталар қойылған. Добросовестно сынбаған, таза болып тұр. 4 миллион 990 мың. Subaru Legacy. Subaru Legacy 2012 жылға кішкене қарасақ, мұны клиранс төмендеу сияқты көліктің. Жоқ көні. Сондай көрініп тұр, яғни екі джиптардың арасында. Титандай дисктерде орнатылған, көлік 2012 жылға. Іші матадан жасалған. Ақ түсті. 2.5, 104 мың километр жүрген, толық жетекті, бензинмен жүреді, бағасы 5 миллион 630 мың теңге. Краскілер кеткен жерлері бар екен. Достар, осы шығарылымыз тамамына жетті. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.